Міне таза 20-ға турт. 20, мына жағы таза 20 шығады, 20 сантиметр. Қалыңдығы 4 сантиметр. 5 деп образына айтып сатып отқандайлар осыны. Осының еще 17-лігін 20-да 5 деп. Алған кезде өтініш бірінші ағашты саудаласып істегеннен кейін, бағасын сұрағаннан кейін, ана жерде неге мынандай, мына жерде неге мынандай демей, сондай қателік жібермес үшін адамдар бірінші өздеріңіз метрлік ұстап жүріп, мына өзіңіз ұнатқан ағаштың өлшемін бірінші нақты өлшеп қарасаңыз дұрыс болады. Мысалға, факту айтады, кейбіреулер айтады, мысалға, образын айтады, образын 20-да 5 пе, 20-да 5 пе, 20 ма деп, мысалға. На самом деле оның ішінде 17-18 шығатыны болады, қалыңдығы 5 шығатыны болады, қалыңдығы 4 шығатыны болады, 4,5 шығатыны болады, даже 4-ке жетпейтіндер де болады ішінде. Мысалға, 15-те 5 деп айтады, 15-тік міне, мына 15-тік таза 15-тік. Бірақ қалыңдығы 5 шықпайды бұның. 4 мынаның қалыңдығы. Мыналар өзі 4,5 міне қалыңдығы. Бірақ екеуі де 4-тік болып келіп тұр. 4-тік болып, міне 10-да 10 дейтін бұрыс бар мына жерде міне. 10-да 10 деп. Мысалға, міне 10-да 10 дейтін конкретті бат деп көрініп тұрды міне. Адамдар келеді, мынандай бірдеңені алып кет, 10-да 10 алып кет, 7-ге 7, 8-ге 8, ана жерден барып 5-ін теңге алып, 4-ін теңге алдым деп мәз болып. На самом деле мына жартысындай ағаш жақ береді. Сондай қателік жібермес үшін өздеріңіз метрлік алып жүріп, қарап, сосын нақты сапасын мән бермесеңіздер, қазір ағаштың сорты шетеді. Мына сосна зеленка. Ешқандай, даже бір құрттың кесігі болмайды соснада. Соснаның зеленкасында. Соснаның суқасойларында болады құрттың тесіктері. Құрттың тесігі сарғайған, шіреген. Соснаның зеленкасында вообще болмайды ондай. Құрттың тесігі бір тесік бар ма, значит, сол дейтін уже болмайды. Сухосой дейтін ағаш, сухосой дейтін өлген талдан кеседі. Міне, сапа дейді вообще бөлек. Тек вагонмен келген ағаштың бір минусы. 6-дан ұзын болмайды. 6-5 әрекеті сондай болады. Кейбіреулері қысқа болады даже 6-тан. Ал фурамен бірдеңе келеді болса 6,50-ге дейін, 6,80-ге дейін келеді. Фураның ішінде. Міне ашина дейтін ағаш. Жан-жағына салған вагонның. Міне аппақ терім болады, бұлай қарап тұрғанда. Ертең кепкеннен кейін шіріп, көздері уже кеуіп бастап міне. Қасына келіп қарасаңызда көрінеді, көздері уже кепкен сайын күй береді. Бұл образдан кешеді екен. Состояние идеально. Қобасы ағаш болып болған жағдайда проблем жоқ, 80 мың теңгеден береді. Басқа жердің бәрін ең арзан мусордың өзі 85 мыңнан беріп отыр. Состояние идеально. Әр жерінде адамсыз құйрықпелер болады. Мынандай шет жақтарында әр жерінде. Бұл ештеңе емес қой. Мынандай халықтар бар, әр жерінде құйрықтай. Басқа состояние идеально вообще. Нет, міне 70-да 20-да 5-ің, 12-де 5 120, 5 күп тақтайын кетті.